Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сіздермен өтетін тақырыбымыз эволюциялық даму, селекция негіздері. Ең бірінші біз адаптация деген ұғымға тоқталайық. Адаптация бұл бейімделу, яғни белгілі бір тіршілік ету ортасындағы организмдердің өмір сүруін және көбеюін қамтамасыз ететін ерекшеліктер немесе комплекстер кешені. Енді осы кезекте балалар, мен сіздердің назарларыңызға жақсы бір видеоны ұсынғым келіп отыр. Бірге тамашалайық. Ағзалар белгілі бір ортада адаптацияның арқасында тіршілігін жалғастырады. Адаптация ағзаға өз тіршілік ететін ортаға бейімделуге мүмкіндік беретін физикалық және іс-әрекеттік қасиет. Ол уақыт өте келе қалыптасады. Ыстық шөлде кактустар өз бойындағы ылғалды жуан сабақтарының арқасында сақтап тұрады. Сол себепті олар айлар бойы сусыз тіршілік ете алады. Жуан сабақтары адаптация болып табылады. Адаптация жануарларға өздеріне қажетті азықты тауып жеуге көмектеседі. Мысалы, деренуктың омыртқа жотасы мен белі артқы аяқтарына тұрып шөп жеуге арнайы икемделген. Мына шегіртке гүлдің үстінде жалғыз өзі ғана емес екенін білмейді де. Ол жанында тұрған дәуітті байқамай да қалды. Бұл шұбалшаң емес, бұл кайман тасбақасының тілі. Бұл физикалық адаптациялар жыртқыштың жемтігін аулау қасиетін жақсартады. Зебралар іс-әрекеттік адаптация арқылы қорғанады. Үйірімен бірігіп, жыртқыштан қорғанады. Физикалық және іс-әрекеттік адаптация сонымен қатар жануарларға өзіне назар аударту үшін қажет. Мысалы, ашық түсті қауырсындар, ритуалдар жұптарының назарын аудартады. Агрессивті іс-әрекеттер территорияны анықтап қана қоймай, ұрғашысына қол жеткізуге де пайдасын тигізеді. Түрлер ұзақ уақыт бойы ландшафттар және жер климаттарына қарай бейімделеді, немесе жыртқыш және құрбандардың адаптациясы жүреді. Бірақ олар қалай бейімделеді? Жаңа қасиеттер гендердің өзгерісі нәтижесінде пайда болады. Ағзаға тірі қалуға және көбеюге көмектесетін қасиеттер келесі ұрпаққа беріле отырып, эволюцияның негізін құрайды. Ал бейімделмеген ағзалар тіршілігін жояды. Өте жақсы балалар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді келесі кезекте бізде популяциядағы әртүрлілік неліктен маңызды болып табылады деген сұраққа бірге жауап берейік. Популяциядағы әртүрлілік ұзақ мерзімде маңызды рөл атқарады. Себебі ол түрлерге өзгеріп жатқан жағдайларға бейімделуіне мүмкіндік береді. Егер жағдайлар өзгерсе, кейбір ағзалар басқалармен салыстырғанда сол талапқа лайық болуы мүмкін. Сондықтан олар тірі қалып көбеюге мүмкіндік алады. Ал пайдалы айырмашылықтар генетикалық факторлардың әсерінен туындаса, онда олар келесі ұрпаққа берілуі мүмкін. Ал бұл өз кезегінде ұрпақтың жаңа жағдайларға жақсырақ бейімделуін қамтамасыз етеді. Өзгеріп жатқан жағдайларға бейімделу үшін ағзалар қалай дамиды? Ағзалар табиғи сұрыпталу процесі арқылы дамиды. Әдетте біз кез келген популяциядан жеке даралардың анатомиясындағы, физиологиясындағы және мінез-құлқындағы айырмашылықтарды бақылаймыз. Ал кейбір даралар қоршаған орта жағдайларына жақсы сұрыпталған. Сол себепті олардың тірі қалып, көбеюге үлкен мүмкіндігі бар. Ал кейбір ұрпақтар ата-аналарында болған пайдалы қасиеттерді мұра етіп алады және уақыт өте келе популяцияның көп бөлігі осы пайдалы қасиеттерді көрсетеді.
Бұл табиғи жолмен сұрыпталған эволюция процесі деген атпен белгілі. Балалар, енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Ағзалар полярлы аймақтарда өмір сүруге қалай бейімделген? Қыстық ұйқыға кеткен жануарлар қандай күйде болады? Шөлді жерлерге ағзалар қалай тіршілік етеді? Неліктен кейбір шөл ағзалардың құлағы үлкен болады? Балалар, енді мынадай сұрақтарына жауап беріп көріңдер. Кактуста су қоры тікенектерінде болады. Бұл адаптацияның қай түріне жатады? Келесі, балалар, жасырыну адаптациясы төмендегілердің қайсысына жатады? Осы төрт нұсқаның біреуін таңдайық. Келесі сұрақ. Пайда болудың жаңа сипаттамаларын не тудырады? Мүлдем жойылу дегеніміз не? Келесі сұрақ. Төмендегілердің қайсысы жасырыну адаптациясының мысалы бола алады? Келесі, құстардың көбісінде серіктерін өзіне қаратуға арналған тартымды қауырсындары бар. Бұл адаптацияның қай түріне жатады? Келесі, пайда болудың жаңа сипаттамаларын не тудырады? Келесі соңғы сұрақ. Түрлердің жаңа жағдайларға бейімделуі қалай аталады? Дұрыс жауаптарын балалар осы жердегі сандар және әріптермен сәйкестендіріп, өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.